Зейнетақы жинақтары бұл салымшының немесе алушының меншігі, сондықтан ол мұраға қалады. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры салымшысы немесе алушысы қайтыс болған жағдайда жерлеуге арналған бір жолғы төлем сомасы ең төменгі есептік көрсеткіштің 94 еселенген мөлшеріне жетеді. Бұл ретте ол қайтыс болған адамның жеке зейнетақы шотындағы қаражатынан аспауға тиіс. Егер жерлеуге арналған бір жолғы төлем берілгеннен кейін қайтыс болған адамның зейнетақы шотындағы зейнетақы жинақтарының қалдығы ең төменгі зейнетақы мөлшерінен аспайтын сома болса, онда бұл қалдық жерлеуге арналған төлем ретінде төленеді. Жерлеу төлемін қайтыс болған адамның туыстары алады. Айта кетейік, егер адамның зейнетақы жинақтары болмаса, онда бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан төлем қарастырылмайды. Жерлеуге берілетін төлемді алу үшін не істеу керек? Анықтап алайық. Бірінші қадам, enpf.kz сайтына кіріп, қажетті құжаттар тізімін қараңыз. Тізім қызметтер бөлімінде орналасқан. Әрі қарай, салымшының қайтыс болуына байланысты төлемдерге қатысты алушыларға арналған бөлімге өту керек. Құжаттар тізімі құжаттарды тапсыратын адамның мәртебесіне байланысты өзгеруі мүмкін. Бұдан басқа, егер мемлекеттік органдардың дерек қорында адамның қайтыс болуы туралы ақпарат, сондай-ақ қайтыс болған салымшымен туыстық байланысты растайтын мәліметтер болса, құжаттар тізімі айтарлықтай азаюы мүмкін. Екінші қадам, құжаттар тізбегімен жақын маңдағы қор кеңсесіне келіңіз. Үшінші қадам, төлемсіз берген банк шотына 5 жұмыс күні ішінде түседі. Егер жерлеуге төлемдер алғаннан кейін қайтыс болған салымшының зейнетақы шотында зейнетақы жинақтары қалса, немесе туыстары жерлеуге төлемдер алуға өтініш бермесе, онда зейнетақы шотындағы қаражат мұрагерлерге беріледі. Мұрагерлер бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан зейнетақы төлемдерін қалай ала алады? Бірінші қадам, enpf.kz сайтына кіріп, біз жоғарыда көрсеткен бөлімге өтіңіз және бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына ұсынылатын қажетті құжаттар тізімімен танысыңыз. Тізімде мұрагердің нотариусқа барып, мұрагерлік құқығы туралы куәлік алу қажет екендігі көрсетілген. Бүгінгі күні мұны тез жасауға болады. Нотариат бірыңғай нотариалдық ақпараттық жүйесінің арқасында мұрагерлер нотариустарға сұрау сала алады және қайтыс болған салымшылардың жеке зейнетақы шоты және ондағы қалдық қаражаттың бар жоғы туралы анықтамаларды онлайн режимінде бірден ала алады. Нотариат бірыңғай нотариалдық ақпараттық жүйесінің арқасында мұрагерлер нотариустарға сұрау сала алады және қайтыс болған салымшылардың жеке зейнетақы шоты және ондағы қалдық қаражаттың бар жоғы туралы анықтамаларды онлайн режимінде бірден ала алады. Құжаттар тізімі өтініш беру тәсіліне байланысты ерекшеленеді. Құжаттарды өзіңіз үшінші тұлға немесе пошта арқылы беруіңізге болады. Қордың пошта мекенжайлары сол парақшада көрсетілген. Екінші қадам, құжаттар тізбегімен жақын маңдағы қор кеңсесіне келіңіз немесе құжаттарды пошта арқылы жіберіңіз. Үшінші қадам, қорға құжаттар қабылданған күннен бастап 10 жұмыс күні ішінде банк шотыңызға төлем келіп түседі.